Менің атам Юсупов Имамәлі 1921 жылы 5 мамырда Өзбекстан Республикасы Науаи облысына қарасты Кенемех ауданында қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. Ұлты қазақ. Атам жас кезінен спортпен шұғылданған. 1939 жылы Кенемех аудандық әскери комиссариатының Қызыл армия қатарына шақырылған болады. Ұлы Отан соғысы кезінде маршал Толбухин командалық еткен 3-ші Украина майданы бағытында 1-ші гвардиялық корпустың 267-ші минометшілер полкі сапында шайқасқан. Барлаушылар бөлімшесінің командирі аға сержант Юсупов Имамәлі жауға қарсы ұрысты Донбасс түбінде бастап, одан әрі Днепр, Днестр, Дунай өзендерінен Карпат тауларынан өтіп, Румыния, Венгрия, Австрия территорияларын фашистерден азат етті. Қызыл жұлдыз 1-2 дәрежелі отан соғысы ордендерімен, ерлігі үшін медальмен марапатталған. Соғыс біткен соң елге оралып, еңбекке араласты. 1945-1949 жылдар аралығында Бұхара қаласындағы педагогикалық институтты аяқтап, мектепке қарапайым оқытушы болып қызмет атқарды. 1949 жылы институтты аяқтаған соң Яковлева Мария Андреевна есімді болгар қызына үйленген. Бір қыз, бір ұлы бар. Жас ұрпаққа өнегелі тәлім, тәрбие берудегі қажырлы қызмет үшін еңбек ардагері атанды. 1981 жылы зейнетке шыққан. 1988 жылдан бері Сарыағаш қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі номер 6 үйде тұрады. Сарыағаш ауданының құрметті азаматы, Сарыағаш қалалық ардагерлер кеңесінің төралқа мүшесі. Менің атам батыр. Мен атаммен мақтанамын.